şeyге дейін болу қанша уақытын болмас. Сен қайта туылсаң, қайта фотограф бола ма едің? Ол енді Қайта туып, уақыт осылай болып қалса. Бірақ осы салаңмен. Мен үшін мынау мен бойымда мысалы ағаш оюға деген қызығушылық бар бала кезден. Бірақ фотография бағана суретшілігімді, ағашқа деген құмарлығымды бәрін басып, фотография басып, маған былай айтқанда атағым да осыдан, малым да үйге келіп жатқан осыдан. Сондықтан мен нақты айта алмаймын, фотограф болар едім, қайтадан фотограф болар едім. Бірақ маған осы жүрісім өте қызық. Себебі бұл жерде фотограф тарихшы, фотограф саяхатшы. Жақсы. Фотографияда қанша ақша таптың? Оны нақты бүйтіп айтуға болмайды. Жоқ, шамасы 10 миллион, 100 миллион теңге. Ана біреуді кедей қылдырамын десең, фотоаппарат сыйла дейді. Сондықтан ол тапқан табысың сол өзіңе жетіп жатса, соның өзі бақыт. Байлық. Бақытқа, байлыққа тағы да бір-екі көңілді нәрсе. Салып жектен ішіне айтылмаса да әйтеуір. Енді сен сұрақ берші. Мен сөйлеп отырмын. Сен сұрақ берсең, мен жауап беремін. Мен мына сіздің нелеріңіз, суреттеріңіз қарап отырамын да, көбінде жасандылық басым. Қатайып қалған. Иә. Қатып қалған. Ал енді оған тағы мен сізге жауап берейін. Сіз кейіпкермен жұмыс жасамайсыз. Яғни өйткені сіз алдыңызды топырлатып адам алып қойсыз, уақытыңыз тығыз, сондықтан айқай-шудың ішінде әйтеуір түсіріп үлгерсем дейсіз. Себебі жоқ, кейіпкермен ой ақталып отыр. Жоқ, ақталасыз, дұрыс. Ақталғаныңыз да дұрыс, бірақ оның да уақыты бар ғой. Айтатынмын, ойбай жарты сағатым бар еді, жарты сағат фотограф не үлгереді. Сондықтан адам сізге фотосъемка келді ма, ол кем дегенде жарты күн бөлуге тырысу керек. Өйткені бұл жерде фотограф сыйлау бар. Сіз өйткені дайындаласыз, жарығын қоясыз, оны түсіріп көресіз, былай ракурс іздейсіз. Ана баласымен тіл табысасыз, жолдасымен тіл табысасыз, былай тұр, оңға тұр, солға тұр. Өйткені адам өзін сырттан көре алмайды ғой дәл сол сәтте. Мынау Леонардо да Винчи, Пикассо, Сальвадор Дали, бәрін, Гоген, бәрі өмір жолында, шығармашылық өмір жолында мынау этап дейді да, мынау белес. Қанша қазақтың атын айтпаса. Содан кейін мынау мынандай белес дейді, көк белес, сары белес деп кете береді да, күнде. Сол сияқты мен ойлаймын, қазір сол сенің сөзінен кейін басқа бір белеске көтерілетін сияқтымын. Енді тірі фотография жасайтын шығар. Мен осылай. Иә, бұған жан бітіру керек. Жан бітіру керек. Сіз қазір мына жерде студияның жарығы арқылы көлем беріп жатсыз. Бірақ енді реті келсе, мынау бағана Сәкен ағамның бір суреттеріне байқадым. Мысалы табиғат аясында. Реті келсе, арасында табиғи жарықпен де жұмыс жасауды қосу керек. Сонда айырмашылық білінеді. Енді мынау жерде бір мынау арнайы жарықтар қойылып, мына күннің бетін қайтардыңыз ғой. Ал шынайы жарықтар бұл жерде анау міндетті түрде бәрі анық көрінуі, кейде жұмбақта болу керек. Сонда қолға алу керек. Және ол мүмкін әлгі сізге тапсырыс берушіге ұсынған кезде ол мүмкін содан сол сурет ұнап қалады. Яғни шынайы, табиғи, бет жүзі көрінбейді, бірақ бір силуэт, бейнесі ғана бір сыртқы келбеті ғана, көрінісі, сызықтар ғана солмен ғана ұнап қалады мүмкін. Жақсы, енді құдай қаласа 50-ден асқанда суретім өзгереді деп күте беріңіз. Иә, мына біз мынандай жасандылықпен бастаймыз да, өмірдің бір биік белесіне шыққан кезде біз табиғилыққа келеміз. Биік белес емес, мүмкін бір шығармашылық келесі белес шығар. Жоқ, ол сіз бастағанда әрбір тасқа ұрынасыз. Мынаны бір ұстайсыз, мына былай бағытты ұстайсыз, мына бағытты ұстайсыз. Содан кейін түбіндегі нәтижеңіз бәрін қорытындылай келе, сіз жай ғана көзқарасыңызбен былай айтқан бәрі қалыптасқан кезде, сіздің талғамыңыз өскен кезде, сіз бір сәтті көріп қаласыз. Бітті, сол сәтте сізде қолыңызда жарық та болмай қалады арнайы, бірақ сіз ана сондай шеберлігіңіз шыңға шыққандығы көрінеді, сонда сіз жай ғана қарапайым түрде соны жеткізе аласыз. Яғни ол шындық болды. Сіз түбінде шындыққа келесіз. Және адам өзін білмейді. Тосыннан түсірген кезде қаншалықты шындығы бар екенін бойында. Ойбай, мен де керемет адам екенмін ғой деп айтатындар да болады. Енді мына жерде бұл бізде дәл қазір Қазақстанда фотография енді тай басып келе жатыр деп айтады. Енді көп кісі ренжи қоймас оған. Ол өйткені сондай нәрсе. Егер шетелмен салыстырған кезде.
биік белеске жеткен бұл фотография саласындағы тұлғалармен салыстырған кезде біздегі фотография әлі көп деген бір еңбек етуді талап етеді, солардың деңгейіне жету, иықтыресіп сөйлесу үшін. Сол үшін мынау фотографияда көптеген бағыттар болу керек та, содан кейін ешқашан тоқтамау керек. Ол бір. Екіншіден жаңағындай әртүрлі экспериментальный фотография дейміз. Мысалы, мынау сұраушы кісі, тапсырыс беруші кісі, алдын ала біз көрсетеміз, осындай нәрсе жасап береміз, соны күтеді. Ол үшін бізде уақыт болу керек, тағы да жаңаша бір суретке түсіру үшін. Содан кейін ол бір нәрсе, одан кейін кешірім сұрайық. Одан кейін бұл жерде кәсіби фотографтар шетелде бір адам емес. Олар көпшілік болып, команда болып жүреді. Мысалы, Сәкеннің суретін түсірген кезде менің қасымда 5 адам болды. Суреті мысалы уақытта жетті. Ол өзі де айтты, мен жарты күн уақытымды нетемін деп, бірақ біз күн батқанға дейін жүрдік, сағат 12-де келген. Күн батқанға дейін 7-8 сағат жүрдік. Бұл жерде көз той баса да әйтеуір көңіл толатындай сурет болды да. Дәл қазіргі басқа кісілерді суретке түсірсе, олар тапсырыс беретін кезде сағатпен келеді. Біз осы уақытқа дейін ғана шектеулі. Одан кейін сен уақыт шектеулі ме, қаржы шектеулі. Қаржы шектеулі ме, сенің мүмкіншілігі шектеулі. Дұрыс. Енді осыдан кейін көптеген түйіндер шығып тұрады. Оны түсіндім. Яғни, міне осы сіздің айтқан сөзіңізге қорытынды, әрбір сіздің мынау арнайы фото түсіріліміңіз жоба ретінде қалыптасады. Ал жоба арзан болмауы керек. Сондықтан сонда ғана сіздің мынау жұмыстарыңыз толыққанды сапаға көшеді, және бағанағы қасыңыздағы 5 адамда оларда сізден үйренеді, және біреу жарыққа жауап береді, біреу бояуға жауап береді, біреу әлгі мынау заттардың қай жерде тұру керек екенін, мысалы, ол суретші болады. Бұйымдардың, иә. Сіздің сонда жұмысыңыз жеңіл. Яғни қазіргі күнгі фотограф, яғни сізбен біз өзіміз режиссер, өзіміз бағана жарық беруші, біздің ұтылып жатқан жерімізде осында. Яғни біз біздің кем тұсымызды таптық. Сізбен міне осы әңгімеміздің бүгінгі күннің нәтижесі. Иә, жетістігі. Жетістігін жасау керек ол. Осындай әңгіме Алматы көшінде бірге жұмыс істейді. Бұйыртса. Жақсы, рахмет. Бай бол, аман бол, еңбек ет, бала-шағаңның қызығын көр. Бала-шағаның несібесі дейміз, осы бір көзі бір аппараттың ішіне түңіліп, біраз дүние жасап жүрміз. Осы қоғам қолдаса, ел қолдаса, биік шыңдардан көрінеміз деп ойлаймын. Ол бір адамның жұмысы емес, бұл көпшілік болып жұмыс істейтін. Бірақ көпшілік болып жұмыс істеу үшін бір-бірімізді түсінуіміз керек, ұғуымыз керек, бір-бірімізге осындай бір орта керек, тыңдайтын оқырман керек, тапсырыс беретін кісі керек, және жасайтын біз керекпіз. Бұл жерде түбінде ол бір-бірімізді қызықтыра білуіміз керек. Яғни оған жайдан жай адам келе қоймайды. Сондықтан біздің осы бағытта жүрген азаматтардың қызығушылығы бір жерден, ойы бір жерден шықса, біз мысалы бір жұмыста жұмылып жасай алатын болсақ, онда бірлесіп жақсы жұмыс жасайды. Ал әрине, бүгінгі таңда мен Талдықорғандамын, өзінің жұмысым бар, айналам бар, мені жібере қоймайтын. Егер бұны бағанағы айтқандай жоба ретінде бір бастамаңыз болса, онда сонымен біз былай айтқанда атсалыса аламыз. Сондықтан сізге бір жақсы, сізде ойлаймын, бір жақсы жоба ойлап табылады деген ойдамын. Сондықтан не болмаса керісінше мен де Талдықорғанға бара беремін деген сияқты болады. Оны ойластырайық. Ортақ үйлеріміз көп болсын. Аман болайық. Келесі осындай студиямыздың кешкі қонақтарымен таныстыратын боламын. Бізбен бірге болыңыз. Жазылып кетіңіз.